катнашады. Партизан согушунун яғни тамаша. Яғни сен жақсы саған басын жақсы түсіндірген екен. Көркем айта қойшы, саған саған не дейді? Қобалжу көрініп тұр. Айжан айта қойшы. Македонский сақтармен 2 жыл бойы соғысқа шықты. Және олармен партизан. Үйсін бірлестігі біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда қалыптасқан. Шоқан Уәлиханов өз жазбаларында Үйсін бүкіл ұлы жүз тайпаларының түп атасы деген. Үйсіндер жайлы негізгі деректерді Қытай тарихшысы Сыматсиян қалдырған. Ал Бичурин Үйсін Ол 20 секунд уақыт береді, тез-тез талқылаймыз. Не көрдіңіз сол туралы? Жақсылар оқушы сөйлесе болады. Ұстазымыз ба? Унмо деп аталады. Tamam. Evet. Başından 290 tane değil mi? Қаңлы тайпасы Қытайдың империясына шабуыл жасаған, бірақ Қытай империясы оны мойындамаған. Үйсіндердің астанасы Қызылаңғар болған. Үйсіндер 3 тайпаға бөлінген. Үйсіндердің халқы 630 мың адам болған. Үйсіндер туралы жазбаларды Инжин-Сян қалдырған. Патшаларын Унмо деп атаған. Түйе, есек, сиыр, қой асыраған. Ғұндар Қаңлы, Үйсін болып тайпаларға бөлінген. Орталық Азияда орналасқан. 800 мың әскері болды. Аққұба, сары шашты деп аталған. Үйсін мемлекеті Усунго деп атаған. Aycan. Tasarımlar. Kardeş babası okuyor. Yedim çıktı mı? Yedim canım. Malta babası. Tamam. Rahmet oturalım da. Қаңлы 120 мың түтін, 600 мың адам, 120 мың әскері болған. Қаңлы қол өнер кәсібімен егін егумен айналысқан. Қаңлының астанасы Вьетнам болған. Қаңлы елі 5 елікке бөлінген, әрі елді кіші хандар басқарған. Қаңлы елін хан басқарған. Қаңлы біздің заманымыздан бұрын 46-36 жылдары қаңлылар Қытайға қарсы тұрған ғұндарға көмектескен. Қаңлылар мекендеген қоныстардан тары, арпа, бидай сияқты дәнді дақылдардың, қауын, қарбыз секілді бақшадан дақылдарының, алма, жүзім, өрік сияқты жемістердің қалдықтары. Қаңлылар туралы Қаңлы мемлекеті Қытай жазба деректерінде Үйсіндердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын, екі айырмашылық, екі ұқсастықтан жазып шығамыз. Дайындауға 3 минут уақыт кетті. Бастаңыз. 88 ал қаңлыларда 120 мың атты әскері болған екен. Яғни олар осы қай елді мекендерде өмір сүрді? Жер аумағын айта қойыңыз. Айта қойыңыз. Қаңлылар Сырдариямен және Қаратауға дейін созылған. Сырдарияның төмен ағысы және ол ағысы және Қаратау созылғанын мекендеген. Тамаша. Ал Үйсіндердікі қандай? Айтаған. Жетісу өлкесі. Бір сөзбен айтқанда Талдықорған аймағы. Қазіргі тілмен айтқан. Тамаша. Рахмет. Яғни бүгінгі сабақта сендер Үйсіндердің негізгі мақсатымыз осы Үйсіндер мен қаңлылар туралы талқылауымыз шолу болатын. Білуіміз мақсатымыз осы болған болатын. Яғни олардың астанасы, халқы, егін шаруашылығы және мекендеген аймақтарын білу мақсат болған болатын.
Ал енді барлықтарымызға қазір сендерге үйге тапсырма мына суреттегі бейнеленген бойынша үйсіндердің атты әскері жайында туралы үй жұмысына эссе жазып береміз. Үйге беруге тапсырма. Ал енді қазір барлықтарымыз кері байланыс жасайықшы. Бүгінгі сабақта не қызықты болды, не қызықсыз болды, қай жер ұтымды болды, қай жер ұтымсыз болды, сол бойынша өз ойларыңызды ортаға салсаңдар. Кім бастайды бойынша? Жүрегіңді түргіп алып, кім бар? Расыл, бастайсың ба? Бүгінгі сабақта мен көп нәрсе түсіндім. Көп нәрсе. Қаңғылардың қанша әскері, халқы және қандай күшті болғанын білдім. Қандай күшті болғанын білдім. Тамаша. Тағы басқа жоқ па? Кім жасайды? Басқа? Қанша? Бүгінгі сабақта өте жақсы түсіндім. Қаңғылардың қандай жерлерге шабуыл жасағанын және қандай шаруашылықпен айналысқанын түсіндім. Мен көрдім, иә? Ал үйсіндердің тобында қалса? Мен бүгінгі сабақта үйсіндердің мал шаруашылығы және де егіншілікпен айналысып жетісуда мекендеген туралы білдім. Тамаша. Енді алдарында осы берілген стикерді білгім келеді және үйренгім келеді кестесі тұр. Соған өз аттарыңды жазып, өз аттарыңды ғана жазып, жабыстырсаңдар болады. Sabah аяқталды. Сағат болады.